13 тамыздан бастап квазимемлекеттік ұйымдарда комплайенс қызмет немесе осы бағытқа жауапты тұлға болуы міндетті. Олар ұйымдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін кемінде жылына бір рет тексеріп, анықталған мәселелер бойынша шара қабылдауы керек. Квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жүйесіне жаңа талаптар енгізілді. 13 тамыздан бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайенс қызметтері туралы үлгілік ереженің жаңа редакциясы күшіне енеді. Енді әр ұйымда дербес комплайенс қызмет немесе осы бағыттағы жауапты тұлға болуы тиіс. Оның міндеті сыбайлас жемқорлық тәуелдіктерін алдын ала анықтап, олардың жолын кесу. Квазимемлекеттік комплайенс офицерлерімен бүгінгі жиын квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі комплайенс офицерлерінің үлгілік ережесіне қатысты біраз өзгерістер енгізілген болатын. Өзгерістерде комплайенс офицерлерінің негізгі жұмыстарының бағыттары және ол кісілердің тәуелсіздігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы жұмыстардың басшыға тәуелсіз жұмыс атқаруы. Бүгінгі өткен семинарда жаңа талаптардың жұмыс барысына қолдану жолдары түсіндірілді. Сондай-ақ комплайенс қызметтің тәуелсіздігі, тәуелдіктерді бағалау, мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мен ұйымдардағы ашықтықты арттыру мәселелері қаралды. Бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаменті мен Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайенс мектебі, сонымен қатар мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы облыстық семинар өтті. Семинарда біз жан-жақты өзімізге керекті ақпарат алдық. Алдағы уақытта сол алған ақпаратымызды жұмыс барысында нәтижелі қолданамыз деген ниеттеміз. Жаңа ережеге сәйкес сыбайлас жемқорлықтардың тәуелдіктеріне кемінде жылына бір рет ішкі талдау жүргізіледі. Нәтижесінде анықталған тәуелдіктерді жоюға бағытталған нақты іс-шаралар қабылдануы тиіс. Назир Кеберенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.